الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير فتح بك نستعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху. Құрметті жамаат, әдеттегідей Алланың кеңшілігімен ар-расул муаллим, пайғамбар саллаллаху алейхи сахабаларға дін үйреткендегі тәсілдері туралы кітапты жалғастырамыз. Ендігі қазіргі оқылатын риуаяттар пайғамбар саллаллаху алейхи қолымен не істейтін, дін үйреткен кезде енді қолымен ишара қылып көрсететін тәсілдері болған дейді. Соған қатысты мынандай риуаяттар келеді дейді. Бұл Бұхари Муслим деген риуаятта Абу Муса ал-Ашари радиллаху анху айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтты: "Ал-муъмину лил-муъмини кал-буньяни, яшудду бa'духу бa'дан." Мұсылман адам екінші мұсылман адамға құрылыс сияқты дейді. Құрылыста мысалы үйде қалай кірпіш бір-бірін тіреп тұрған сияқты еді, мұсылман адамда солай бір-бірін тіреп тұрады дейді. Бір-бірін қолдап тіреп тұрады дейді. Сөйтті де «Сумма шаббака Расулуллахи саллаллаху алейхи байна асабиғи». Сосын пайғамбар саллаллаху алейхи саусақтарының арасын былай көрсетті дейді. Осы хадисті айтып, осылай деп несеттейді, көрсетті. Былай айтқан кезде мұсылмандар бір-біріне осылай жәрдемде, бір-біріне көмекте болу керек мағынасында. Енді ғалымдарымыз айтады, мұсылмандар бұл жерде енді бір-біріне көмекте дегенде ол түсінікті нәрсе, сауапты нәрсе екендігі. Бірінші мәселе де ол ақырет ісінде дейді. Ақырет ісінде Алла разы болатын істе бір-біріне жәрдемдесу, одан қалса дейді, шариғатта рұқсат еткен мубах нәрселерден істеу, бір-біріне көмектесу дейді, бір-біріне жәрдемдесу. Ал күнә істе көмектесуге болмайды. Күнә істе көмектесуге болмайды. Ол көмек болып есептелмейді. Әсіресе қазіргі таңда жаңағы көп сұрақ келеді. Ұстаз, осылай бір туысқаным кредит алып берші деп жатыр, соған көмек ретінде алып берсем бола ма деген сияқты. Ол болмайтын нәрсе. Ол емес, ешқандай көмек емес. Күнә нәрседен көмек деген болмайды. Немесе басқа да жаңағы жалпы шариғатта арам істерде көмектесу деген нәрсе жоқ. Пара алу деген сияқты, ұрлық деген сияқты енді түрі көп. Тағы бір риуаятта, имам Бұхариде жеткен риуаятта Сахл ибн Саид ас-Саиди радиллаху анху айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи былай дейді: "Мен және жетімге кепіл болған кісі жәннатта осылайша" деп пайғамбар саллаллаху алейхи екі саусағын көрсетті. Мен және жетімге кепіл болған кісі жәннатта осылай боламыз деп айтты. Кейін пайғамбар саллаллаху алейхи осы жаңағы екі саусағын көрсетті де екеуінің арасын ашты дейді. Екеуінің арасын ашты дейді. Енді екеуінің арасын ашты дегені былайша айтқан кезде ертең дүниеде жетім балаға кепіл болған, көмектескен адам пайғамбар саллаллаху алейхи бірге дәрежеде емес мағынасында түсіндіру үшін дейді. Дәрежеде бірде болмайды, бәлкім жақын болатындығы туралы айтылған дейді. Ал енді мына жерде басқа риуаятта былай деп келген екен: «Әл-ятими ләху», өзінің жетімі болса деп келген дейді. Оның мағынасы дейді, мысалы айтайық, бір кісінің ағасы қайтыс болды, туған ағасы қайтыс болды. Сөйтті де неседі, соның балаларын былайша айтқан кезде сол кісіге анау ағасының балалары енді жетім болды ғой, бірақ оның былайша айтқан кезде туысқан, қатты туыс жетім ретінде келеді дейді. Сол да кіріп кетеді дейді. Немесе дейді, әйелі қайтыс болып, еркек адам баланы жалғыз бақса дейді, ол да бала жартылай бір жетім дейді. Ол да осы хадистің ішіне кіріп кетеді дейді. Немесе керісінше күйеуі қайтыс болды да, әйелі неседі, баланы жалғыз өзі бақты. Ол да былайша айтқан кезде баласы жартылай жетім қалды, ол да соның ішіне кіріп кетеді дейді. Немесе басқа риуаятта басқа жетім болса дейді. Былайша айтқан кезде сізге түк қатысы жоқ, кәдімгі жетімханадағы баладан барып асырып алсаңыз да, иншалла осы хадистің ішіне кіріп кетеді дейді барлығы. Бірақ басқа риуаятта келгенде изат-тақуа деп келген еді. Басқа риуаятта егер сол жетім балаға қатысты тақуалық қылса деп айтады. Ол деген сөз, мысалы айтайық, бала қалып кетті, баланың жаңағы туыстарынан қалған ақша қалды, мысалы айтайық. Сол ақшаға қатысты
не былайша айтқан кезде жауыздық қылып немесе хақысын жеп қойса, онда Құдай сақтасын, мына хадистің ішіне кірмей қалады дейді. Немесе айтық, ақша дүние қалмады, бірақ қараусыз қалды. Немесе дұрыс хақысын берген жоқ. Я киім жағынан болсын, тәрбие жағынан мүлдем дұрыс хақысын бермесе, Құдай сақтасын, онда не істемейді дейді, бұл хадистің ішіне кірмей қалады дейді. Бұл хадистің ішіне кірмей қалады. Ал енді заманымызда мысалы жетім балаларды асырап алып отқан кісілер бар ғой, алхамдулилля. Енді ол кісілердің осы хадиске кіруінің жаңағы бір жолы, сол жетім балаларға не істеу, шариғат бұйырғандай жақсылық қылуға әрекет қылса, иншалла пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның осы сүйіншісіне не істейді дейді, кіріп кетеді дейді. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сол тағы да қолымен көрсеткен мысалдардың бірі, бұл да сол Бұхари Муслимде келген, мынандай хадистің басына былай деп келген: бесікте сөйлеген кішкентай 3 бала туралы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан. Соның бірі былай дейді: бір әйел кісі бар дейді, Бану Исраил ұрпағынан, бұрынғы Бану Исраил ұрпағынан болған бір әйел кісі бар дейді, жаңағы баласын емізіп жатты дейді. Сөйтіп баласын емізіп жатқан еді, қасынан бір кісі өтті дейді. Ол кісі жаңағы киімі керемет, сондай бір келбетті болса керек. Сөйтті де ана әйел былай деп айтты дейді: Аллахумма жa'алибни мислаху, я Алла, менің баламды осы сияқты қылшы деп анаған бір жаңағы киіміне, түріне жаңағы тамсанып айтты дейді. Сөйтті де жаңағы еміп жатқан кішкентай бала анасының омырауын тастай сап, анау кісіге қарап былай деп айтты: Аллахумма ла таж'ални мислаху, я Алла, мені олай қылма, мені ондай былайша кезде ол адам сияқты қылма деді да, қайттан жаңағы еме берді дейді. Сөйтіп осы хадисте риуаят еткен Абу Хурайра радиаллаху анху айтады: мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның саусағын сорып жатқан көріп тұрған сияқтымын дейді да. Былайша айтқан кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол осы нені келтіріп жатқан кезде кәдімгі жаңағы солайынан келтірді дейді мысалы. Сосын бағанағы әйел кісі сол баласын емізіп жатқан кезде бір адамдардың бір күңі бар екен, қызметші күңі бар екен. Сол күңді сүйреп ұрып кетіп бара жатыр екен. Сонда әйел кісі былай деп айтады: Аллахумма ла таж'алибни мисла хазихи, я Алла, менің баламды мынау әйел сияқты қылма, былайша айтқан кезде деп айтты еді, енді қорлық көріп жатқасын. Сөйтті де жаңағы еміп жатқан бала анасының омырауын тастады да былай деп айтты: Аллахумма жa'ални мислаха, я Алла, керісінше мені сол әйел сияқты, осы мынау әйел сияқты жаңағы күң сияқты қыл деп айтты. Сөйтіп анасы баласынан сұрады дейді: неге деп сұрады дейді. Сонда баласы айтты дейді: бағанағы сен қызығып жатқан жаңағы әдемі киімдегі кісі дейді, керемет көліктегі кісі, ол нағыз залым деп айтты. Нағыз залым. Ал мен залым сияқты болғым келмейді дейді. Ал мынау болса дейді, мына жаңағы ұрылып жатқан күң әйел кісі болатын болса, адамдар не деп айтып жатыр дейді: ой, сен ұрладың, сен зина қылдың, сен бүйттің, сөйттің деп не істеп жатыр, жала жауып жатыр, бірақ ол сол айыптап жатқан істердің ешқайсысын істеген жоқ дейді. Керісінше ол жаңағы не деп айтып жатыр дейді: хасби Аллаху ва ни'мал вакил, Алла маған жеткілікті және Алла қандай жақсы қамқор деп осы несін жаңағы дұғасын айтып жатыр дейді. Енді бұл жерден алынатын нәрсе, біз өкінішке орай сыртқы келбетке не істейміз? Алданамыз. Сыртқы келбетке неше түрлі жаңағыдай үй көрсек керемет, машина көрсек керемет, жаңағы қызығып жатамыз. Бірақ асылында ол қалай келіп жатыр, немесе қымбат киім кигеннің барлығы бақыт емес, дұрыс па? Немесе қымбат киім кигеннің барлығы оны адал жолмен тауып жатқан жоқ деген сияқты сұрағы өте ауыр. Енді имам Термизиде және имам Муслимде жеткен риуаятта Суфьян ибн Абдулла ас-Сақафи радиаллаху анху айтады: мен дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам келдім де былай деп айттым дейді: я Алланың елшісі, маған бір нәрсе айтыңыз, мен соған жабысып алайын деп айттым дейді. Бір қарапайым бір амал айтыңыз, мен соған не жабысып алайын, былайша айтқан кезде өлгенге дейін соған амал етіп жаңағы жабысып алайын деп айттым дейді. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: Құл Робби Аллаху сумма стақим. Раббым Алла деп айтты, одан кейін соған до конца тұр деп айтты дейді. Раббым Алла дедің ба, енді сол Раббым Алла деген сөзіңе өлгенге дейін до конца тұр деп айтты. Бұны не истиқома деп айтады. Сол үшін де мынау ғалымдарымыз не айтады? Жалпы мынау шариғатта карамат деген нәрсе бар, Алла Тағала сондай бір әулие кісінің пенделерінің жаңағы не кейбір әдеттен тыс жағдай беріп қояды. Енді айтады, негізгі шынайы карамат дейді, осы истиқоматта деп айтады.
әл-истиқамату айнул карама деп айтады. Иә, тура болу, былайша айтқан кезде 5 уақыт намазыңа берік, оразаңа берік, мысалы күнделікті құраныңа берік деген сияқты, күнәға бой алдырмайсың барынша деген сияқты. Сол нәрседе тұрақтылық, былайша айтқан кезде дін ісінде тұрақтылық дейді, нағыз карамат сол дейді. Нағыз жаңа керемет осы деп айтады. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не айтады? Сен несе соған доганса тұр деп айтқан сол дейді. Құлту я Расулаллах, ма ахуафу ма тахафу алей. Сөйтіп сұрадым дейді, я Алланың елшісі, мен үшін сіз не нәрседен қатты қорқасыз деп айтады. Мен үшін не нәрседен қатты қорқасыз деп сұрадым дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің тілін ұстады да, мынау деп айтады. Өзінің тілін ұстады да, не? Міне осы нәрсеге қатты қорқам деп айтады. Енді ол түсінікті нәрсе. Жалпы тілдің, жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның не тілді көрсетіп жатқандағы, қазақта сөз бар ғой, 10 күнәнің 9 тілден деген сияқты. Адам осы бір тілмен не істеп жатыр, иә, қаншама күнә істеп жатыр. Дегенмен де енді Алла анық білуші, бірақ дегенде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам біздің заманымызда болса сол телефонды қосар ма еді бәлкім. Иә, тіл және мына телефон деген сияқты. Телефонның да несі бар, былайша айтсаңыз пышақ сияқты. Иә, жақсыға пайдалансаң жақсы, жаманға пайдалансаң жаман деген сияқты. Және де имам Муслимнен жеткен риуаятта Ал-Миқдад ибн Ал-Асвад радиллаху анху айтады. Мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам олай деп айттым дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтты дейді. Тудна шамсу яумал қиямати минал хулқ. Қиямет күні күн адамзатқа өте жақын келеді деп айтады, жақын болады деп айтады. Хатта такуна минхум камиқдари мил. Тіпті жаңағы оларға жақын болғандығы соншалық, енді мил деген әдетте мына фиқх кітаптарында 2 километрге жақын айтылады, енді соншалықты жақын болады деген сөз. Сөйтіп адамдар дейді, сол күн жақындаған кезде терлей бастайды. Сол адам амалына байланысты немесе күнәсіне байланысты терлейді дейді. Сол тері енді әркімнің күнәсіне байланысты терлейді былайша айтқан кезде. Кейбірі болады дейді, жаңағы өкшесіне, тобығына дейін келеді дейді тері. Кейбірі болады тізесіне дейін келеді дейді. Кейбірі терлеп жаңағы беліне дейін келеді дейді. Кейбірі терлеп ауызына дейін келеді деп айтады. Басқа риуаятта жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам төбесіне дейін былайша айтқан кезде сол терісіне батып кетеді деп айтады. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңағы қолымен ишара қылды дейді. Я, осылай ауызына дейін несет келеді деп жаңағы сол нәрсені түсіндірді дейді. Абу Дауд және имам Насаи ибн Мажа рахимахуллах риуаят еткен хадисте Али ибн Аби Талиб радиллаху анху былай деп айтады. Бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол қолына нені алды дейді? Жібек, шолқ дейміз ғой, жібекті алды дейді. Оң қолына алтынды алды дейді. Екі қолына сөйтіп алып көтеріп көрсетті дейді. Сөйтті де екеуін көтеріп тұрып былай деп айтты. Расында бұл екеуі менің үмметімнің ерлеріне арам деп айтты. Харам деп айтты. Жібекте және алтында. Бірақ әйелдеріне адал деп айтты. Әйелдеріне адал. Біз білеміз, ер кісіге алтыннан сақина тағуға болмайды. Сағат сол сияқты толық 100% жаңағы жібектен тоқылған не киім болмайды. Енді ғалымдарымыз айтады, егер былайша айтқан кезде бір кішкене бөлігі алтын жалатылса деген сияқты, немесе алтын араласа, ол болады дейді. Кішкене мөлшері. Сол сияқты киімнің де кішкене мөлшері жаңағы бір сонда жібекпен араласқан болса болады дейді. Бірақ кәдімгі толық жібек, толық алтын не киюге болмайды. Сол сияқты егер дейді көрпе жастық жібектен істелген болса, мысалы бай адамдарда жағдайы келіп тұрып сондай алса жатса болады депті. Үстіне жатып, өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам киюді харам деп айтады, оған жатуды емес еді. Сондықтан оған жатса ешқандай проблема жоқ дейді. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның тағы бір әдеті дейді, кейде сахабалардың бір нәрсені сұраған күтпесен бірден оларға бір жауап айтатын кездері бар дейді, кейде. Былайша айтқан кезде сахабалардың сұрамастан бірден айтатын еді. Соның бірі, қазір келеміз, бұл да Бухари Муслимде келген риуаятта Абу Хурайра радиллаху анху айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, яти шайтану ахадакум. Расында ібіліс шайтан сендердің қайсы біріңе келіп былай деп айтады. Мән хулаққа каза ва мән ва каза. Былайша айтқан кезде мынаны кім жаратты, мынаны кім жаратты, былайша тауды кім жаратты, аспанды кім жаратты деген сияқты сұрақпен бастайды дейді.
басы қалай әдем басталды. Хатта яқула лаху ман халақа раббак. Сөйтіп ана адамды алдап келіп, ал енді Құдайды кім жаратты екен деген не істейді дейді, сондайға дейін келеді дейді. فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. Егер сол жетсе дейді, былайша айтқан кезде ал енді сол Құдайдың өзін кім жаратты екен деген сұраққа келсе дейді, Аллаға сыйынып сол жерден тоқтасын дейді. Аллаға сыйынып сол жерден тоқтасын дейді. Енді бұл мынандай нәрсе. Жалпы Алла Тағала Құранда инна кайда шайтани кана даифа дейді. Арасында ібіліс шайтанның несі, айласы әлсіз дейді. Ол деген сөз, ібіліс шайтанда соншалықты күш қуат жоқ, адамды не істеп жіберетін күфірлікке күштеп апаратындай, ондай күш қуат жоқ. Бірақ дегенмен де уасуас салады. Ал бұл айтып атқан уасуастары дейді, негізі ойланған адамға дейді, ешқандай бір қалай айтсақ, мардымсыз, ешқандай логикаға келмейтін түк емес нәрсе да. Бірақ өкінішке орай мұсылман адам сондай қарапайым логикадан жұрдай болса, алыс болса, сол нәрсеге сеніп қалады екен. Неге? Оның дәлелі заманымызда қазір атеистердің көбейіп кетуі. Өйткені олардың айтып жүрген нәрсесі негізі миға қонымсыз нәрсе. Енді оның мысалы былай деп келтірсек болатын шығар. Мысалы айтайық, кез келген ақыл есі дұрыс адам бірге бір қосқан кезде екі деп айтады, дұрыс па? Бұл нәрседе ешқандай ақыл есі адамның несі жоқ, ақыл есі дұрыс адамның күмәні жоқ. Енді дейді, ібіліс шайтанның Құдайыңды кім жаратты деп атқан сияқты сөздері расында как будта ібіліс шайтан келіп бірге бір қосқан кезде үш болатын шығар, может деп айтып атқан сияқты дейді. Негізі ол соншалықты сондай бір тупой нәрсе дейді. Бірақ адам сол логикадан жұрдай болғаннан кейін, ақида ілімінен сәл кішкене болсын оқымаған болатын болса, онда бағанағындай уасуасқа еріп, соңында Құдай сақтасын діннен шығып кетуі мүмкін. Ал бірақ бұның айтып атқан уасуастар ол сондай түк емес нәрсе, егер адамның несі, ақыл есі, логикасы дұрыс болса. Тура сол сияқты адамның логикасы дұрыс болса, ешқандай атеист патеистке несемейде ермейді, оның сөзіне мән бермейді. Бірақ адам осындай нәрселерді түсінбегеннен кейін, және де жүрегіне дерт болғаннан кейін не істейді, сондай нәрсеге еріп, пайғамбарымыз не істеп отыр, тоқтасын деп отыр, сол жерден тоқтасын дейді. Ары қарай несемесін, кірмесін. Сол үшін де айтады, егер адамда осындай ақида ілімінен хабар болмаса, онда ойбай ана атеист деп видеоларын қарап не істеп керек жоқ дейді. Білмейсің ба, онда қарамай қой дейді. Ал егер білсең де, онда пайдасы жоқ дейді, бәрібір. Сен білген күннің өзінен саған не жоқ, пайдасы жоқ. Сол үшін бұндай нәрсеге адам былайша айтқан кезде күмәнді яқин нәрсемен қайтару керек дейді. Мысалы айтайық, фихта мынандай үкім бар. Ал-яқину ла язулу бишак дейді. Яқин нақты нәрсе күмәнмен кетпейді дейді. Мысалы айтайық, сіз дәрет алып келіп отырдыңызда, дәрет алғаныңыз 100% дейді. Бірақ сізге уасуас келді. Бағана мен осы қойған сияқтымын, мысалы, жел шығып кеткен сияқты, дәретім бұзылған сияқты деген уасуас келді ма дейді, онда сен оған мән берме, 100% бағанаға дәрет алған яқин есіңде тұр ғой дейді. Болды, дәретім бұзылған жоқ дейді. Сол нәрседе қала бересің дейді. Тура сол сияқты сізде не бар? 100% яқин бар. Мысалы қарапайым келтіретін телефон. Мысалы бұл телефонда ешқандай ақыл есі дұрыс адам не деп айтпайды, өзінен пайда болды деп айтпайды. Кез келген ақыл есі дұрыс адам не айтады? Мынаны жүйелеген біреу бар, реттеген, жинаған біреу бар. Енді ақылда мынандай не бар? Қағида бар. Бұл кез келген ақыл есі дұрыс адамның несінде, миында бар қағида, кез келген жиналғанның жинаушысы бар. Дұрыс па? Кез келген реттелген заттың реттеушісі бар. Кез келген жаратылғанның жаратушысы бар деген сияқты. Кете береді. Тура сол сияқты бұл әлемді қарасаң керемет реттілік тұр. Барлығы өте керемет реттілік. Енді осы керемет реттіліктің реттеушісі болмауы, жаратушысы болмауы ол ақылда мүмкін емес нәрсе. Ешқандай ақыл есі дұрыс адам не істемейді, оны қабылдамайды да. Не сияқты? Қалай сен мынаны қабылдамаған сияқты өзінен өзі пайда болғандығын, әлемнің несі, жаратылысы ол одан да керемет, онан да керемет. Тура сол сияқты бағана ібіліс шайтанның негізі айтып атқаны сол сияқты, как будта мысалы бүйтіп азғармайды ғой ешкімге. А вдруг мына телефон өзінен өзі пайда болды деп. Бірақ не істеп жатыр? Құдайға қатысты айтып жатыр да. Ал енді кейбір әлсіз адамдар істейді екен, сол нәрсеге ойланып, ары қарай қуып, тіпті діннен шығып кетіп жатқандар да бар, Алла сақтасын.
Абу Даудта жеткен риуаятта Жабир радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның былай деп айтқанын айтты дейді. Иннама шифаул айи ас-суалу. Расында аурудың емі сұрау деп айтты. Енді ғалымдарымыз бұл жерде ауру деп атқаны білімсіздік дейді, надандық дейді. Надандықтың емі не? Сұрау. Надандықтың емі сұрау. Ал енді екі түрлі адам сұрамайды дейді. Иә? Біреу тәкаппар адам, былайша айтқан кезде не? Мейлі алдында ғалым отыр ма, өзінен жасы үлкен ба, кіші ма, қысқасы кейбір тәкаппар адам болады екен, Алла сақтасын, сұрағысы келмейді. Былайша айтқан кезде оның не жаңағы одан сұраса бір өзін төмен санап қаламын деп ойлайды. Былайша айтқан кезде сасық көкіректік, сасық бір тәкаппарлық. Жаңағы тәкаппар адам не істемейді дейді, иә, сұрамайды дейді. Екіншісі өте ұялшақ адам дейді. Және де ол шариғат құптаған ұят емес. Шариғат құптаған ұят не? Ол Алладан ұялу, иә, мысалы деген сияқты, адамдардан ұялу деген сияқты жалпы. Бірақ жаңағындай болмайтын жерде керісінше шариғатта сұрауын керек болған нәрседе ұялу, ол не емес? Шариғат құптаған не? Ұят емес. Сол үшін адамда бір нәрсені білмей ма, барып не істеу керек? Сұрау керек. Және де сұрағанда да не істеу керек? Маман иелерден барып сұрау керек та. Мысалы айтайық, жаңағы бір кісі не істеді? Таксиге отырды. Сөйтіп қараса, жаңағындай сақал өсіріп алған кісі: намаз оқисыз ба? Иә, онда маған мынаған нәрсеге жауап беріңізші дейді, мысалы. Намаз оққанның барлығы дін маман деген сөз емес қой. Немесе жаңа больницада жүргеннің барлығы, мысалы, хирург емес қой деген сияқты қарапайым нәрсе да. Бірақ өкінішке орай адамдарда не бар? Сондай түсінік қалыптасып қалған. Басқасы басқа, сақал несесе, жаңа өсірсе, тақия кисе, барлығы не білу керек. Немесе өздеріңізде болған шығар, мысалы, туысқандарыңыздан кейде бір діни үкім сұрап жатады. Сен намаз оқисың ғой, білесің ғой дейді. Ол ондай нәрсе емес. И сондай кезде маңызды нәрсе адам білмейтін нәрсесін айту керек. Жоқ, альхамдулилля, намаз оқып жүрмін, бірақ мен не емеспін, бұл саланы оқыған жоқпын, мен білмеймін. Сұрап көрейін, ұстаздардан, имамдардан сұрап көрейін деген сияқты. Бірақ жаңа адам анау өзінің абыройы түсіп қалмасын деген сияқты, мыналар жаңағы 10 жыл болды намаз оқып жүрген, соны білмейсің ба деп айтады деп, ұялғаннан жауап бере салу деген нәрсе не болмайды. Имам Муслимнен жеткен риуаятта Ан-Науас ибн Сам'ан ал-Килаби радиаллаху анху былай деп айтады. Бұл кісі Мәдина елінен, қаласынан басқа жерде тұратын кісі болса керек. Сөйтіп Мәдина еліне келіп, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кезінде келіп, 1 жыл сол жақта тұрақтадым дейді. Былайша айтқан кезде тұрақтағанда кәдімгі толық өзіне отан ретінде көшіп келмеген, тек жаңағы қайттан кету ниетімен сапар, былайша айтқан кезде келген. Енді ғалымдарымыз айтады, мен ол жерге хижрет етіп келсем болатын еді дейді. Толық жаңағы ана жерін тастап, бірақ дейді, ол жерге толық көшіп келмегеннің себебі дейді, сахабалардың арасында мынандай нәрсе бар екен. Жалпы енді Құранда, хадисте Алла тағала жаңағы істеген сахабаларды көп нәрсе сұрай беруден тыйған. Көп нәрсе, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан көп нәрсе сұрай беруден тыйған дейді. Бұл біріншіден. Екіншіден, сахабалар сол аяттарды естігеннен кейін шариғатта былайша айтқан кезде білгісі келген нәрселерді қайта-қайта барып сұрай бермеген. Өйткені жаңағы нәрсе бар, бір шетінен жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға деген жаңағы құрметі бар деген сияқты. Ал бұл кісі уақытша жүрген, сапарда жүрген кісінің үкімінде болғаннан кейін ол кісілерге рұқсат дейді. Қандай сұрақ болса да барып сұрай беруге. Сол ниетпен мен естіген жоқпын дейді, ол жақта тұрақтап қалған жоқпын дейді. Және де сахабалар айтады, сол үшін біз дейді, анау сырттан келген жаңағы бадауи арабтар болсын, немесе сырттан келген қонақ жаңағы бір мұсылмандар келіп алса, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан келіп бір нәрсе сұрап алса, қуанатын еді дейді. Өйткені жаңағы біз ұялып жүрген нәрсені кейде сұрайды дейді. Сөйтіп айтады жаңағы, ал егер біздің біреуіміз дейді, сол Мединаға толық қоныс аударып келсе дейді, онда пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан еш нәрсе сұрамайтын дейді. Еш нәрсе дегені енді қатты маңызды нәрсені сұрайды, бірақ қайта-қайта сұрай бермейтін дейді. Сөйтті мен келіп бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан дейді, жақсылық дегеніміз не және күнә дегеніміз не? Жақсылық дегеніміз не, күнә дегеніміз не деп сұрадым дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам деп айтады, әл-бирру хуснул хулуқ, жақсылық дегенің көркем мінез деп айтады. Енді жақсылық деген кезде ғалымдарымыз бұның ішіне адамдармен мәміледе кіріп кетеді, Аллаға бойұсынуда да кіріп кетеді дейді. Қысқасы жаңағы шариғаттағы жақсылық деген атаудың бәрі кіріп кетеді дейді. Енді сол жақсылықтың барлығын қамтып тұрған нәрсе пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көркем мінез деп айтады.
көркем мінез деп айтады. Уәл исму ал күнә болса ма хака фи нафсик, жан дүниеңде тыныштық бермеген нәрсе деп айтады. Күнәнің былайша кезде адам күнәнің күнә екендігін білетін бір несі белгісі еді, адамның жан дүниесіне тыныштық таппаған нәрсе. Мысалы айтайық, сіз бір нәрсені істеп жатсыз, бір амал болсын, немесе бір затты сатып алып жатсыз, бірақ сізде не тұр? Күмән тұр. Что бұл зат халал екендігінде, немесе сол істейін деп жатқан ісіңіз не адал екендігіне күмән тұр. Енді бұл адамның жүрегі сау болса, әлі 5 уақыт намазы түгел, былайша кезде сенім ақидасы дұрыс болса, онда оның жан дүниесі не істемейді? Тыныштық таппайды. Алланың кеңшілігімен не жүрегі не істемейді? Жан дүниесі тыныштық таппайды. Анау маза бермей тұрады. Неге? Өйткені ол жаңағы былайша кезде Алла тағала жаңағы тазалап қойған нәрсеге ол не қонбайды. Және де адамдардың ол жаңағы сол көруін жек көрген нәрсең дейді күнә. Күнә дегенің адамдардың не көруін жек көрген нәрсең дейді. Былайша айтқан кезде бұл жерде дейді екі нәрсе бар дейді. Бір нәрсе бар дейді дін жағынан, бір нәрсе бар дейді әдет жағынан, ғұрып жағынан. Былайша айтқан кезде мысалы айтайық, біреу тамақ ішіп жатқанын біреу видеоға түсіріп алғанын қаламайды. Ол бөлек дейді, ол бұған қатысы жоқ дейді. Бәлкім бұл жерде адамдар кәдімгі көріп, мынау шариғат бойынша күнә ғой деп айтатындай мәселе дейді. Мынау не шариғат бойынша не күнә ғой деп айтатын мәселе дейді. Сол үшін мынандай нәрсе бар екен да, жалпы кез келген адам, мейлі мұсылман болсын, мұсылман емес болсын, жаңағы табиғаты таза болады ғой. Сөйтіп ең бірінші кез келген адам бір күнә істеген кезде жан дүниесін естімейді, оған тыныштық таппайды. Тіпті мұсылман емес адамның өзінде де, Құдай сақтасын, бір адам өлтіруге қатысты ол не істемейді, бір қуана ешқандай дені дұрыс адам өлтірмейді. Бірақ өкінішке орай сол күнәні адам қайта орындай бергеннен кейін жүрек не істейді? Қарайып ол нәрсеге уже әсер етпей кетеді. Мысалы Құдай сақтасын, кейде жаңағы мысалы енді бір арақ ішіп жатқан адамды, немесе зина істеп жүрген адам, немесе басқа да бір күнә істеп жүрген адамды жаңағы ойлауыңыз мүмкін да, мысалы осылар түсінбеймін, неге осы жаңағы осыны тоқтамайды деген сияқты. Ол сізді Алла Тағала не сақтап қойғаннан кейін, бізді Алла Тағала сақтап қойғаннан кейін ғана біз солай қарап тұрмыз. Құдай сақтасын. Егер Алланың кеңшілігі болмаса, онда біздің де олардан неміз жоқ, ешқандай айырмашылығымыз жоқ. Адам жағынан біздің не олардан ешқандай айырмашылығымыз жоқ. Тек бар болған не Алла Тағала кеңшілігімен есеп тұр, бізді сақтап тұр. Әйтпесе не олардан ешқандай алып баратқан айырмашылығымыз жоқ. Алла Тағала азғантай есіп білгендерімізге амал қылып, амалымызды ықылас болуымызды нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейк.